Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылы, видеоларыма лайк басып, комментарий қалдыра отырыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Мен бүгін сіздермен осындай салаттың рецептісімен бөліскім келеді. Дастарханның сәнін ашатын, өте әдемі болатын, дәмі енді супер шығатын, керемет осындай тауықпен жасалынатын салат. Ол үшін енді ең алдымен осындай редиска аласыздар. Ол редисканы жіңішкелеп, ұзыншалап турайсыздар. Видеода көрсетілгендей қылып тура боласыздар. Және бұдан кейін қиярыңызды аласыз, бір қияр жеткілікті. Оны да осылай жіңішке ұзыншалап турайсыздар. Мен барлық құрамды описаниеда қалдыратын боламын жазып астына. Осы мен айтылған қазір туралған құраммен 2 үлкен тарелкеге салат шығады. Енді бізге 2 жұмыртқаның ағы керек болады, сарысын бөлек алып қоямыз. Мына жерде мен жұмыртқаның ағын тураған жерін видеоға түспей қалыпты, память толып қалған себепті. Сондықтан да осылай жұмыртқаның ағын жіңішкелеп турап салып жібересіздер. 2 жұмыртқаның сарысын мен әсемдеуге алып қойдым. Енді бізге тауық еті 180-200 грамм шамасында піскен тауық етін пышақпен турасаңыздар да болады, бірақ осылай жігінен айырсаңыздар да жіңішкелеп кесілетін болады. Осылай қолмен де бөлуге болады. Осылай бөліп тауық етін саласыздар. Мені қолмен турағанда да осылай әдемі шығады тауық еті, өзінің жігімен айырылатын болады. Мені енді қазір бізге әсемдеуге керек болатын листияны осылай турап дайындап қоямыз. Листия болмаса руккола пайдалануға да болады. Мен бірақ өзім листия пайдаландым. Енді бізге бір банка кукуруза керек болады. Кукурузаны ашып, суын төгіп тастап, оны да салаттың үстіне саламыз. Және тұзымызды саламыз дәмін келтіру үшін. Және сондай-ақ мен бұл жолы дүкеннің майонезін пайдаландым. Осылай майонез салып, жақсылап тұрып әбден біріккенше араластырамыз. Енді осылай бірігіп дайын болған салатымызды 2 тарелкеге ортасына үйіп тұрып салып аламыз. Жан-жақтарын кішкене қолмен көтеріп, басып тастамаңыздар, керісінше үйіліп ортасына қарай шошайып тұрғаны жақсы. Сондай қылып шеттерінен кішкене көтеріңкіреп қоямыз. Енді жаңа алып қалған жұмыртқаның 2 сарысын 2 тарелкеге осылай күштің уақ көзіне өткізіп салып шығамыз. Енді қазір жан-жағын әсемдеуге бізге мынандай чипсы керек болады. Осындай чипсылар сынбаған күйінде болу керек. Оны осылай салаттардың айналасын осылай айналдырып қойып шығамыз. Міне осылай бәрін қойып шығамыз да ортасына листияны осылай қоямыз. Сонда да салаттарыңыз өте әдемі болады. Дәмі енді супер болады. Менің отбасыма өте ұнайтын салат, балаларым мықты жеп қояды осы салатты. Сіздер де жасап көріңіздер, ауызашарға қойсаңыздар дастарханның сәнін келтіретін салат болады.